Амансыздар ма, құрметті көрермендер? Студияда Бағыт Бағдар хабарымыздың кезекті бөлімі. Бүгін студияға қонаққа сонау Абай елінен арнайы келіп отырған қонағымыз бар. Айта кетсек, Абайдың мемлекеттік қорық музейінің Абай ауданындағы бөлімі Камен Оразалин музей үйінің меңгерушісі, ақын, сазгер, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Абай медалінің иегері Елдар Каменұлы Оразалы. Елдар Каменұлы, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Елдар Каменұлына, мына құрметті көрермендер, алғаш халықтың өтініші бойынша, сұрауы бойынша студиямызға шақырып отырғандықтан алғашқы сұрақ қоямыз. Елдар Каменұлы, мына сол Абай елінің халқының өтініші бойынша, ол кезде тіпті Абай облысы құрылмай тұрған кез ғой деймін. Сіздер әкеңіз Камен Оразалиннің үйін музей үй қып, Абай музейінің бөлімі қып аштыңыздар, жаңадан. Осы ашылу шарасына байланысты көптеген адамдар білмейді. Өйткені қазір жай бір Инстаграм әлеуметтік желісінде жарияланғанмен ол хабар көпшілікке жете қоймайды. Сондықтан енді телевизияның үлкен қуаты бар, жан-жаққа таратылады. Қашан басталды шара, қалай өтті? Бұл енді сонау әріден басталды. Сонау әке дүниеден өткеннен кейін ойыма сан сақ ойлар келді. Алтында қалған үлкен дүниелердің бәрін, мұралардың бәрін қайтсек керек. Әкейдің өз сөзі бар болатын. Мынау ғасырға жетерлік, осы үйде талай мұра тұр еді. Сол кейінен өзім ойлап қарасам, расында да сондай үлкен мұра, бұны қайтсек керек деген оймен, алдағы уақытта музей болса қалай болады деп, сол арман ретінде соны ойластыра бастадық. Үймен ақылдасты, өзіміз шештік. Қалай істейміз? Осы музейді музей қылайық. Осы бетінде тегін беріп, мемлекеттің меншігіне тегін беріп, артында қалған мол мұрасын, құнды жәдігерлерін жинақтап, соны халықтың игілігіне ұсынсақ деген ой болған. Әрине, ол кезде арман болды. Содан бері 2014 жылы, әкей 2008 жылы қайтыс болды. Содан кейін жылда сол Камен оқулары деген балалар арасында, оқушылар арасында сондай үлкен байқау ұйымдастырылды. Оған енді ол кездегі Абай атындағы мектеп лицейінің ұйымдастыруымен, аудандық білім бөлімінің ұйымдастыруымен сондай шаралар өтіп өтті. Бертін сол алдындағы басталған олимпиада болып, кейіннен Камен оқулары болып, 2014 жылы сондай атауын өзгертіп, тікелей сол Оразалиннің шығармаларын насихаттау бағытында ары қарай жалғасын тапты. Сол кезден бастап көп ойлар мазалап, бірнеше хаттарды жаздым, жоғарғы жаққа жаздық, мәдениет министріне жаздым, премьер-министрдің, вице-министр Тасмағамбетов Нұрғалиевның атына да жаздық хат. Сол кездегі осы мұражай қазғасқан адамдар дәм татқан Абайдың еліне келіп, қона жатып, осы елдің Абайдың артына қалдырған үлгі-өнеге сөзден сол көріп танысып, елден ғибрат алып қайтқан талай қазақтың мықты жақындары, жазушылар болды. Солардың барлығы келген уақытта сол ең түсетін, қонақ түсетін үй осы біздің шаңырақ болды. Мен өзім ойлаймын, бұл әкемнің сол өзінің қонақшылығы, қонақжайлылығы және мынау үлкен адамдармен тез тіл табысатындығы, ағаны аға деп, ініні іні деп, өзіне бауырын тарта білетіндігінен деп есептеймін. Содан бастап бірнеше хаттар ұсынылды. Ол кезде енді Абай мұражайымен де сөйлесті. Осы біздің Жидебай бөрлі мұражайына да атынан да талай хаттар кетті. Бірақ енді сол біраз
жыл созылып, мына былтыр сол ресми түрде 11 қараша күні салтанатты түрде ашылып, бүкіл аудан халқы бар, сол мынау мұражай басшылығы, ел басшылары ауданның барлығы жиналып, сондай үлкен ресми түрде ашылып, халық игілігіне жолдады. Өте жақсы. Мысалы, Елдар Каменұлы, сөзіңіз аузыңызда. Мен өзімде көз тірісінде әкеңізбен жүздестім, талай әңгімелестім. Жаңағы Қарауылға барған кезде өздеріңіздің үйлеріңізде қонақта болғанда, Камен ағамыздың енді өзінің қарындасым екенсің деп жылшырап, маған жазушылық жолда берген, журналистік жолда берген ақыл кеңестері әлі ойымда тұр. Мен ол кісінің енді үмітін ақтадым деп ойлаймын бір жағынан. Қалай жазу керектігіне бәріне ол кісі ақыл кеңес беріп отырды. Енді мынандай мәселе, ол кісі маған айтатын, жаңағы бұл үйге Мұхтар Әуезов те келді, жаңағы небір қазақтың жазушылары келді, әсіресе сенің атаңа Төлеухан Сағынбаев келді деп айтатын. Енді мен Нұғманбектің інісі Төлеухан деген кісі болған, мен Раушан Қабжанқызы Нұғманбекова ғой. Сол Төлеухан Сағынбаев, Мұхтар Әуезов дегенде сіздің әкеңіздің көзіне жас келетін. Енді осы мына Мұхтардың шәкірті деп жатамыз, Камен Оразалинді. Осы жайлы да айтып өтсеңіз. Бұл енді жақсы сұрақ қойдыңыз. Ана көсілі сөйлегенге не жетсін? Иә. Әрісін айтқанда, біз жаңа сөзді айтып кеттік, қазы асқан адамдардан тапқан деп. Әрісін айтқанда, қоңыр көкше тобықты болысында бос болған Абай бабамызда сол үлкен аталарымызды көзі көрген, 90-нан асқан нәдір бабаларымызды көрген, Арқатай Тайсымыз аталарымызды көрген, және мынау Бұзау өзенінің бойында бос болып тұрған уақытта сол біздің аталарымызбен көршілес болған екен. Содан бері қатты сыйлас, дәмдес болған Абай талай келіп кетіп жүреді екен. Сол біздің шаңыраққа Төрегел қыстауы дейді, сол жерде қазір бар. Сондай қатты сыйласқан Абайдан тәтті дейтін себебіміз сол. Енді одан бертін Мұхтар ағаның 43 жылы осы Абай кітабының 2-ші кітабын жазуға көптеген деректер жинау уақытында келген уақытта сол соғыстың уақыты дейді, әке айтады, Мұхтар аға келе жатыр деген уақытта ел дүрбіліп, барлығы сол Мұхаңды көргісі келіп, сондай үлкен бір әсерде болды дейді. Сол мені келді Мұхаң деген уақытта бәріміз жиналып, мен де барған, әкем де барған, шешем де барған, жеңгем де барған дейді. Бәріміз барып көрдік Мұхаңды, ел болып қарсы алып жатыр дейді. Арнай қонақ үйге сол тіктірілген соған қойып. Сол уақытта алыстан барып көрдік дейді. Мұхаң сол қоңырқай жүзді келген, кең маңдайлы, сабырлы, сондай үлкен бір ерекше әсермен көзіме солай ұшырады дейді. Сондай ел қайтсын дейді, соғыстың кезі ғой. Барлығы сол бүкіл дүниенің бүкіл шешім осы Мұхаң шешетін дейді. Сол жалбарынып, мынау соғыс қашан бітеді. Мынау біреудің баласы жоқ, біреудің өмірлік серігі жоқ, түгел соғысқа кеткен. Сонда қандай мұң-мұқтаж болсын, сол Мұхаңа шаққан кез болу керек дейді. Сонда айтып атқан уақытта мен тұңғыш рет Мұхаңның көзінен жас көрдім дейді. Сол Мұхаңның көзінен жас көргенде, өзімнің де соғыста қандай қиыншылықты көргенімді көріп, өзімнің де көзімнен қалай жас шығып кеткен білмедім дейді. Сонымен қойш, қызықтар, бір кезде бәріміз тарастық дейді, сол ел, ауыл бәрі жиналған. Келді үйге келгеннен кейін, бір 15 минут болған жоқ қой деймін дейді. Менің бір замандасым бірі, соғыстан келген сол ауылдың азаматы, Тоққаз деген, келді дейді, Камен, сені Мұхтар аға шақырып жатыр деп дейді. Сол кезде не болып кеткенімді білмедім дейді. Ұлы адам, аты ол кезде Мұхаңның шығып кеткен, кітабын оқу мүмкін емес, бір қолдан бір қолға тимейді. Сол уақытта атам да, апам да жанталасып дейді, бірінен кейін біреу мынау үстімді қағып, біреу жөндеп, біреу анау жаңағы етігімді дайындап, атамның апам жүгіріп жүрді дейді, мына етігіңе шейін майлап, қолына тәуір таяғыңды бір шалау деп, ана ақсақалына сол қолындағы бір зерлі таяғын беріп,
бір жағында балдағы бар, әкеге соқсан жағал болып қайтқан екі аяғынан. Содан кейін келдік дейді, тоққазды ертіп алып келді. Келсек, сол кіре берсек, сол төрде Мұқан отыр екен, жағалай келген, қасында еріп келген адамдар бар. Орыстың анау Ленинградта жазушысы Полоцкий бар, Сапарғали Бекалин бар, Есмағамбет Исмайылов, шәкірттер енді. Мынау жас ғалымдар ғой, Қайым Мұхамедханов, солар. Содан кейін кәменбісің деді дейді, кәменмін дедім дейді, жайғасып отыра ғой деді дейді. Сол босағада бір орын тұр екен, соған жайғастым. Қай фронтта болдың, қай соғыста болдың деді дейді. Содан кейін сені жаңа өзіңді біліп шақыртып отырмын. Бала кезіңнен сені ептеп, осы мынау жазушыға жақын екендің бәрін сырттай танысып жатырмын. Қандай өлеңдерің бар, мақалаң бар, қандай жазған дүниелерің бар деп айтты дейді. Сонда мен біраз дүниелерін айтқан болдым. Сөйтсем менің шақыртуыма себепкер болған менің алғашқы ұстазым Қали Мақажанов екен дейді. Сол Мұқан келген уақытта елдің тыныс-тіршілігін сұрағаннан кейін елдің жағдайын, және сонымен қоса мынау өткен тарихты кім біледі? Мынау Шыңғыстың ары бергі өміріндегі тарихтар, және Абай заманның Абайдың көзін көргендер бар ма? Бүгінгі күні осы жастардан жазушыға мынау тәуір елдің арасында көрініп жүрген бар ма деген уақытта сол Қали Мақажанов Оразекең бар. Осы елдің әңгімешісі, ірі мынау шежіреші, о кісінің баласы да сол жазушыға үйір өлең жазатын жас ақын деп айтса керек. Сонымен мен келген себебім сол екен дейді. Содан бастап Мұқан қашан елден қайтқанша қасында бірге жүріп Шыңғыстың іші сыртын аралайтын болдым. Содан бастап Мұқанмен сол алғашқы танысуым осылай болып еді деп әкенің айтатын себебі сол. Ал енді мына әкеңіз осыдан бастап және Мұхтар әуезовтің шәкірті болады, жаңағы қайтыс болар алдында ма, әлде Москваға операция жасау алдында осы әкеңізге хат жазады ғой Мұхтар әуезов. Осы жөнінде де тоқтала кетсеңіз. Расында сол жаңағы келіп кеткеннен кейін бара сала Мұқан үлкен очерк береді Социалист Қазақстанға, ол кезде газет Бүгінгі егемен Қазақстан, Ақын ауылында деген. Сонда өр көңілдің өжетін, ез көңілдің керенауын бой кезін айтам десе, ондайда Абай тап басып таң басып айтып кеткендей болады. Сондайлық Абай үлгісін өсиет етіп отыратын ірі әңгімешілер бар. Олардың бірі жүрегі адада қарт колхозшы Оразалы, одан көп сөз естіп, көп тоқыған баласы Кәмен, мұның өзі оқыған, өзі жазушы, әкесі білген әңгіменің көбін зорын төмен айтады дейді. Мені осы бір баға мына әкеміздің келешек әдебиет әлеміне мынау құлаш сермеуіне үлкен сол әсері болды дейді өзі әкем айтады. Содан бастап менің шабытым да мынау үлкен шығармашылыққа бүтіндей бет бұрған себебім осы болды. Мұқанның осы бір сөзі бізге берілген сол үлкен жоғары баға болды дейді. Енді содан бастап елдегі, жердегі кейбір тарихи дүниелер болса, Мұқан Алматыдан звондап отырады екен, шақыртып арнай. Сол уақытта әкей сол берген сұрағы бойынша сол деректермен сен барып пәленбайға жолық, сен Түгленбайдан білші. Мынау жерде мынадай оқиға болыпты. Осы бірдің негізгі шешім қалай болған екен. Мынау жерлерде мынаның араларында кімдер болған екен, мына оқиғада деген сияқты сондай дүниелерді айтқан уақытта соның барлығын біліп, жолық деген адамдарына жолығып, сол кешегі Абайдың көзін көрген замандастары болған адамдармен соның жаңағы ауыздарынан естіген сөздерін сол Мұқанға сол көп деректерді беруге. Осы жерде мынау бір айта кететін нәрсе, қазір көп адам таласатын болды Мұхтар әуезовтің Абай жолы кітабына дерек берген менің әкем, Абай танушы бәлем менің әкем деп. Негізінде 80-90% еңбек жаңағы сіздің әкеңіздікі сияқты біздің ел жақтан. Өйткені ол айтып отырған адамдардың өзі Абайда туған жоқ қой. Дұрыс айтасыз ғой. Бұл дұрыс. Бұл енді жаңа жақсы бір сөз айттыңыз. Мынау шынында да анау Мұқан мынау атамыз Оразалыны көргеннен кейін оның әңгімесін
айтқан жаңағы тарихтан ары бері тарихтан қозғаған небір дүниелерін сол тыңдап, сол көкірегіне түйіп, сол анау егемен Қазақстанда, ол кезде социалист Қазақстан газетке сондай жоғары баға беру, және оның баласының өзі сол әкесі білген әңгіменің көбін зорын төмен айтады деп әкемізге де үлкен баға беруі, ол үлкен бір ерекше әсер болды. Енді Мұхаңның сол келісінде де қасында ол жай алып келіп жүрген жоқ. Есмағамбет Смайыловтар жас ғалымдар жаңа Абайды көрсін, Абайды білсін, Абайдың ілімін насихаттасын. Қайым Мұхамедхановты да сол кезде алып келіп жүрді. Сонда бағыт-бағдар болашағымыз Абайды зерттеу. Абайдың мынау кейінгі өзінің қазақ халқына қалдырған құнды мұраларын, мынау өсиеттерін кейінгі ұрпаққа тарату, жеткізу. Осы бағытта Мұхаңның да үлкен жаңағы әрден ойлайтындығы осы жерден көрінеді. Әрине, әкемнің бір сөзі бар. Мен өзімді бақыттымын деп санаймын. Осы Абай жолында сол Мұхаңа айтқан көп деректерім, елдегі сол Абайға тән, Абайдың төңірегіне тән көптеген мысалы деректерді айтуым, сол Абай жолында қалай қиюласқанын көрдім. Мұхаңның қалай көркемдеп әсерлі ғажайып шығарма жазғанын көрдім. Бұл маған үлкен сабақ болды дейтін. Және мен өзім де соған шүкіршілік ететінмін. Осы Абай жолына да осындай үлкен деректі жинауыма менің де бір кішкентай ғана болса да ұстазыма деген бір көмегім еді деп соны айтатын. Енді мынау дұрыс айтып отырсыз. Ана жаңағы Мұхтар Әуезовтің өзі жаңағы Абай ауданына сапарынан кейін газетке жазып жатса, мен осындай Оразалыны, оның баласы Кәменді көрдім, шежіресі Ақсақал екен деп Оразалы. Енді бұл жерде мынандай бір маған ой келіп тұр, яғни атаңыз Оразалы да сол Тобықтының белді бір шежірешісі, әңгімешісі. Сол кездегі мына Құнанбайдан кейінгі бір мықты жаңағы халықты жаңағы көкірегіне ой сәуле себе білетін, халықты тәрбиелей беретін текті ұрпақ, текті аталар деп ойлаймын мен Тобықтың ішінде. Рас қой енді. Анау Сібір айдалып кетіп жатқан жоқ. Халықтың сый-құрметіне бөленіп отыру, туған жердің бүкіл ерекшелігін, тау-тастың қалтарысын бәрін жазушыға айтып беру, баласына мұра жасау деген ол үлкен. Енді соны жалғастырып, сізде музейдің қазір басшысы болып келіп отырсыз, Кәмен Оразалин атында. Енді мынандай сұрақ, өзіңіз бұрындары да сізден жаңа газетке сұхбаттар алатынбыз. Анау Абай ұрпақтары деген журнал бар еді ғой. Соның тағдыры жайлы қалай басталды, соны айтып берсеңіз. Бұл енді жаңа сұрағыңызбен қоса сабақта кетейін. Мынау шынында да сол Мұхаң мен әкеміздің арасындағы, ұстаз мен шәкірттің арасындағы байланыс мынау күні бүгінге жалғасын тауып келе жатыр деп ойлаймын. Өйткені ұрпақтар сабақтастығы болды. Кеше Мұхаң дүниеден өтер кезде ақырғы соңғы хаты сол әкемізге жазады. Ондағы Мұхаңды білмейтін адам жоқ. Бірақ сол өзінің көңілі, өзінің ішкі сыры, өзінің айтар ойын сол өзінің шәкірті Кәменге қалдыруды үлкен терең ойды меңзейді. Сонда қымбатты Кәмен, мынау Мұрат Әуезовтен туған балам қазір жазғы семейге одан әрі Абай ауданына бара жатыр. Өзіне сен бар, Балташ бар, елді жерді, әкесі туған жерді көрсетіп таныстыруға қолдау көрсетулеріңізді сұраймын. Мен ауырып Москвада больницада жатырмын. Жайымды Мұрат айтар. Үйіңе көп сәлем, елдегі бар ағайынға мың сәлем дейді. Бұл соңғы хаты. Бұдан кейін Мұхаң 48 сағаттан кейін өмірден өтеді. Осы бір дүние әкейдің ана жаназасына әкейді шақырады елден, соған Әрқам Ақсақалмен әкей бірге барады Алматыға. Сол соңғы сапарға шығарып салуына барып қатысып, сонда анау ұстазымды түніменен сол өзекте болдық дейді, айналдырған 3 адам еттік дейді. Соның бірі мен болдым, сол жастардың ішінен Бақыфыр бар, мен бар, жаңа Құдырай үшеуміз болып еттік дейді. Енді сол кезде ұстазыммен бірге фотоға бір түсіп алайын деп ескерткіш ретінде фотоға түстім дейді.
сол міне күні бүгінге дейін үлкен бір ескерткіш болып қалды. Музейінде сақталып тұр ғой, келген құрметті көрермендер, егер Абай еліне жолдарыңыз түсіп жатса, міне осы айтып отырған естеліктердің бәрін Камен Оразалиннің музей үйінің жаңағы жәдігері, құнды жәдігер ретінде тамашалай аласыздар дегенді айтқым келеді. Сосын мынандай мәселе, жаңағы ойыңызға сабақтай кетсем, менде Құнанбаймен бірге туысатын Абайдың туысы сол Манатай Балтақайұлы Ақсақал, өзіңіз білесіз, сол кісінің де маған айтқан бір естелігі ойымда қалыпты. Кейін ол кісіні де эфирге шақырып жатармыз. Жаңағы Мұхтар Әуезов тағы бір хат жазған екен. Оған Манатай ағаның әкесіне жазады, Балтақай Ақсақалға, онда қызын тапсырады. Ләйла Әуезованы. Мына Ләйла дейді, маған солар әңгімесі айтқан есімде қапты, жаңағы жай ауылға өзіміздің барған кезде, және есік алдында отырғанда айтылған әңгіме ғой. Айтады, мына Ләйланы өзіңе тапсырдым. Мына Алматыда өскендіктен Шыңғыстаудың бұрыш-бұрышын білмейді. Елді жерді көрсет, тау-тасты көрсет деп. Содан жаңағы Ләйлаға бір ат тауып бердік дейді, жаңағы бірнеше адам келді онымен бірге дейді, жаңағы кішкентай қыз ғой ол кезде. Соңынан Семейден Қаймұхаметханов та келді дейді, оны қайда тастаймыз, оған да бір ат тауып бердік дейді, сөйтіп жаңағы Шыңғыстың ішін аралатып жүр әкем деп айтқан есімде қапты. Ол дұрыс, бірақ ғана ол одан бұрынғы хаттар, ол келгені бар, рас, онда жаңағы Манатайғаның өзі айтатыны бар, сондай бір үлкен не жасап, мен оны өйткені Манатайғаның осы жерде айта кетейін деп отырмын. Өзі мынау қазақтың, енді әркім бала болды ғой, бірақ Мұхаңның еріне тиген, маңдайына және аялы алақанында болған Манатай ағамыз 4-ші сыныпты сонда Мұхтар ағаның қолында оқып сөйткен. Ал Балтақай аға мен Мұхтар аға замандас дос болған. Бұл енді үлкен бір айта кететін жағдай. Былтыр міне Мұхтар ағаның 125 жылы болған уақытта сол келген журналистердің бәріне де қосымша айттым. Мына Ақсақал енді үлкен адам деп қана емес, жалпы Мұхаңның көзін көрген, тәлімін алған, қолында тұрған бала. Ол Абайдың ғана туысы емес дейсіз ғой. Иә, деп. Сондықтан ол Манатай ағаның да осы жерде орны бар. Иә, енді мынау құрметті көрермендер, бұл әңгімені неге қозғап отырмыз? Себебі жаңа Мұхтар Әуезовтің Абай жолы роман-эпопеясына елде, ол кісі енді Алматыда, ол кезде Алматы Астана ғой. Елде отырып көптеген деректердің дұрыс-бұрыстығын тексеріп жіберу, шежірені жіберу, халықтың арасынан оның бәріне негізгі еңбек сіңірген адам Камен Оразалин. Менің атам жіберді, менің әкем жіберді. Мүмкін тағы да 5-6 адамдар бар шығар, бірақ та негізгі деректерді жіберіп отырған сол кезде көз ашық азамат, жазушы Камен Оразалин, осыны мықтап тұрып ойда сақтаңыздар. Енді мысалы, өзіңіз білесіз, алдыңғы жылы 100 жылдығында мен бастама көтеріп Камен Оразалинға осы Семей қаласынан көше берсек деген бір идея ұсынған болатынмын. Рас қой енді. Өзі Абайдың жерінде отырып, өзі жаңағы музейі, Абай музейінің филиалы болса, Оразалы Ақсақалдың үйіне кезінде аталарыңызға, енді менің де аталарым неме болады, Абайдың өзі келіп тұрса, шай ішіп кетсе, жаңағы Мұхтар Әуезов келіп тұрса, керемет мықты-мықтылардың бәрі сіздерде дастарханда болып, ақыл кеңесін тыңдап, әңгімесін тыңдаса, неге Семейден бір көше берілмейді ондай адамға? Анау Шорс деген көше бар, ана көше бар, мына көше бар. Бірақ оған шеттен бір көше бере салуға болмайды. Мынау Әлихан Бөкейханның көшесі бар, шетте жатыр да әлі күнге дейін. Осын көтеріп жоғары жаққа әрі шыға алмайды. Осы көше жайлы не айтасыз? Мен енді жалпы біздің бір арманымыз бар. Енді бұл қалай шешіледі, бұл екінші бір мәселе. Бірақ мен енді бір жағы өнер адамы болғандықтан, бір жағы енді әкеміздің тәлім тәрбиесін көрдік, айтқан сөзін тыңдадық. Тәрбиесімен өсіп өндік. Шынында да кейде осы Семейге келіп қайтадан сол Абайға жол тартып сөйтіп жүрген уақытта ойым қозғалады да, мынау шіркін анау кіреберістен бері қарайғы бір көше болмас па екен деген жай өзім ойым. Ана Мұхтар Әуезов даңғылымен түйісіп жататын бір көше. Сонда бір үлкен бір сабақтастық болар еді. Мынау Мұхтар ағаның проспектісімен анау жаңағы Қарауылға баратын анау Абай жолына түсер уақытқа дейінгі сол бір жер өзі Абайдан соң деген 4 томдық театрология жазған Мұхаңның бүкіл ғұмыр баяны жөнінде және Абай өсиеті мен үлгісінің қалай насихатталатыны түгелі сол
романда, көркем шығармада жазған. Сондықтан жай өзімнің ойым ғой, ол енді қалай шешеді, ол енді облыс басшылығының қолында. Иә, дұрыс айтасыз, енді ол кісілерді де қысуға болмайды, өйткені облыс енді ашылып жатыр, Абай облысы. Бұл кісілердің қаражаты, тағы қаланы дамыту мәселелері енді қолға алынып жатыр. Сондықтан да жаңағы болашақта бұл мәселе әлі шешіледі деп ойлаймыз. Енді өзіңіздің отбасыңыз жайлы айта кетсеңіз. Мынау енді мен қайта шегініс беріп отырмын. Біз жалпы Мұхтар ағаның анау соны 39 жылы сол кісінің кеңесімен 95 жылдығына орай Абайдың арнайы сол шыққан қолжазба журналы бастау болады. Алғашқы редактор болып сол Талғат Әбенов деген жас оқушы 9 сынып оқитын ол кезде. Кейіннен соғысқа аттанғаннан кейін соғыстан қайтпай қалады. Сол әркімдер істейді, сол Абай ұрпақтар жөнінде жетекшісі болып. Сол әкеміз Мұхтар ағаның айтуымен сол Абай атындағы орта мектепке жоғарғы білімін алып келгеннен кейін сонда орналасады. Сол орналасқаннан кейін сонау 47-ден бастап бүкіл сол 40 жылдай сол Абай ұрпақтары журналының қолжазба журналының редакторы болады. Ол мына бір шәкірттердің бір айтатын сөзі бар еді. Бұл Мұхтар ағаның мынау Абай ұрпақтары қолжазба журналы мынау үлкен жетістікке мынау дәуірлеген кезі осы Кәмен ағаның редактор болып тұрған кезінде дейді. Өйткені одан қанаттанып шыққан талай жаңағы Кәмен ағаның шәкірттерінің өзі қазір бүгінгі қазақ танитын қазақтың ірі тұлғаларына айналды дейді. Шынында да қарап отырсақ, анау Ырысқан Мусиндер, Сұлтан Оразалин, Роллан Сейсенбаев, Мерғали Ибраев, Төлеген Шаңғалиев, Сапаралин Бейбіт, Мұратбек Оспанов. Осының бәрін қарасақ, тура бір-бір тұлғаға айналып отыр бүгінгі таңда. Енді басқасы басқа, мынау Роллан ағамыздың өзі әлем әдебиетінің алтын жазушы деген үлкен атаққа ие болуының өзі міне осы өткен жылы ғана қатты үлкен қуанышқа бөледі. Бұл елді, бізді де қуанышқа бөледі. Өйткені әкеміздің шәкірті сондай үлкен қуанышқа жетіп жатқанда біздегі қуанбасқа деген сондай үлкен сезім болғаны рас. Енді отбасымызға келсек, отбасымызда қазір әкеден тараған қазір 8 баламыз, бір ағамыз ертеректе қайтыс болған, қалғанымыз 6 қыз, 2 ұл, қазір өмір сүріп жатырмыз. Енді үлкеніміз Қуандық апайымыз, одан кейінгі Зере деген апайымыз бар, содан кейін бір Ернар деген ағамыз бар, маған бір Дидар апайларым, содан кейін менен кейін Бақыт Қымбат деген қарындастарым бар. Ал енді жеке өзім отбасыма келсем, бұл енді 5 бала тәрбиелеп отырмыз қазір. Бүгінгі таңда сол атасының сол ерні тиген үлкен өзі атын қойған, шешемнің атын қоям деп Нұржан деп қойған сол үлкен ұлымыз қазір бізге сол немере сыйлап отыр. Құдайға тәуба дейміз. Мен енді құрметті көрермендер, осы жерде бір түсінік беріп айта кетсем, мысалы Елдар Каменұлы айтып отырған жаңағы Абай ұрпақтары қолжазба журналын Мұхтар Әуезовтің кеңесі бойынша Кәмен Оразалин атамыз шығарады, жазушы. Кәмен Оразалин сол кезде көптеген журналист, жас балаларды өзіне тартып, жаңағы жазушы қылып тәрбиелейді, журналист қылып тәрбиелейді. Содан шыққанның бірі Ырысқан Мусин ағамыз. Ал енді өздеріңіз білесіздер, ең алғаш осы Семейде Жүсіпбек Аймауытов пен Мұхтар Әуезов, әрине Мұхтар Әуезов бірінші аталады, Мұхтар Әуезов екеуі Абай журналын шығарады 19 жылдары алаш қайраткерлерінің құрамында жүріп. Сол Абай журналы кеңес үкіметі құрылған кезде жабылып қалады да, кейіннен біз тәуелсіздік алғанда 91 жылы Абай журналы қайта жарыққа шықты. Соны жарыққа шығарған, қайтадан ұйымдастырған алаш қайраткерінің, тіпті президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың да тікелей тапсырмасы бар ғой, Абай журналы
журналын жаңағы ұмыт қалдырмау керек деген. Иә. Соны Абай журналын қайттан жаңғыртып шығарған Ырысқа Мусин болатын. Жаңағы Абай ұрпақтары қолжазбасы журналында кезінде оқушы ретінде қызмет істеп, Кәмен ағаның тапсырмаларын орындап жүгіріп жүрген болатын. Міне қалай үлкен дәстүр, міне салт сана, қазақта мақал бар ғой, халықты дәстүр сақтайды, үйді басқұр сақтайды деген. Құрметті Елдар Кәменұлы, мынау алтын уақытыңызды бөліп студиямызға келгеніңізге сізге көптен көп рахмет. Алдағы уақытта тағы да шақырамыз қонаққа. Жолымыз түсіп жатса музейін барып түсіріп келеміз. Жаңағы сізге жұмысыңызға, шығармашылық еңбегіңізге сәттілік тілеймін. Әкеңіз сияқты танымал болуыңызға көрермендердің атынан тілек білдіреміз. Осымен айтыңыз, тілегіңіз жеткізіңіз. Мына енді рас бүгінгі үлкен ұйымдастырып отырған мынау ұжымдарыңызға телеарна ТВ6 деп айтылады. Сол ұжымына оны басқарып отырған үлкен Байуақып Омарбек Қазанғапұлы атынан үлкен рахмет айтамыз. Өзіңізге творчылық табыс тілейміз. Рас енді шынында да көңіліміз көтеріліп отыр. Бүгін осы Кәмен Оразалин мұражай үйіне байланысты арнайы мынау алғашқы мына кездесу сұхбат жүріп жатқанына ризамын. Және былтыр осы шынында да музей басшысы болып, өзінің табандылығымен, іскерлігімен, өзінің қайраткерлігімен сол ештемеге қарамай сол мұражайды ашып жібергенге үлкен тікелей мұрындық болған. Мына жерде менің Тұрдығұл Қасенұлы Шаңбайды айтқым келіп отыр. Мұражай ұжымын айтқым келіп отыр. Ұлдар, қыздарын айтқым келіп отыр. Өйткені ұжым болғаннан кейін бұл айтылу керек. Күн демей, түн демей сол халыққа ұсынуға үлкен қолдау көрсетті. Енді бүгін таңда соның үлкен жәдігерлерін қазір жинау үстіндеміз, тізімін жасау үстіндеміз. 3000-ға тарта үлкен қазір мұралар бар, кітап қорлары бар. Әлем әдебиетінің кітап қорлары бар. Соның барлығын қазір сол тізімдеу үстіндеміз. Енді сондықтан мен енді бүгінгі сұхбатты өз дәрежесінде қайдың өтті, халық бағалай жатыр деп ойлаймын. Бірақ үлкен қуанышта отырмын. Сіздерге рахмет, осылай арнайы шақырып сұхбат жасатқандарыңызға. Алдағы уақытта сіздерге де творчылық табыс тілейміз. Сіз де сол қазақтың маңдайалды қызы болып, осы халықтың игілігіне жемісті еңбек ете беріңіз. Игі тілегіңізге рахмет, Елдар Кәменұлы. Шүбәңіз болмасын, бізде Абай жайлы, Мұхтар жайлы, ұлылар елі жайлы айтылған естеліктер жайлы түсірілген хабарлар ешқашан жерде қалмайды, халық оны өзінің жүрегінде сақтайды. Осымен, құрметті көрермендер, біздің шағын хабарымыз аяқталды. Келесі кездескенше аман болыңыздар, бағытымыз түзу, бағдарымыз айқын болсын. Сау саламатта болыңыздар.